Құрметті кітап сүйер қауым, қадірменді оқырмандар, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің іс-шарамыздың қонақтары, жан-жақтағы бір шеті Астана, бір шеті Жезқазған, Алматы, Арқаның жұртшылығы бүгін мінекей осы сәуір болмай, тәуір болмайды дейтіндей бір сәуірдің басында кезінде осы Қарағанды көлемінде, Арқа көлемінде дүбірлетіп өткен тұлпар ағаларымыздың бірі, белгілі журналист, публицист, қаламгер, аудармашы Марал Хасан әкеміздің қаламгер мұрасы атты бүгін 7 томдық үлкен еңбектерінің, таңдамалы еңбектерінің тұсаукесер кешін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Енді жалпы жаһандағы осы пандемиялық жағдайға байланысты бұл жерде көп елді жинай алмаймын. 4-5 көз көрген ағаларымызбен 4-5 адам осы жерде жиналып, осы сіздермен көгілдір экран арқылы, Zoom арқылы байланысқа шығып отырмыз. Әлеуметтік алматына бір тілеу. Гүлайша Уайысқызы осылар екен. Сәкен атындағы мұражайдың микрофоныңызды қоссаңыз. Қайырлы күн, қонақтар және әріптестер. Бүгін Сәкен Сейфуллин атындағы тарихи өлкетану музейінде Марал Хасен, жазушы, аудармашы, публицист Марал Хасенге бұрыш ашқан болатынбыз. 75 жас жыл толуына байланысты. Сіздер қазір көретіндеріңіз мына ағамыздың үлкен өзінің портреті. Жаңа бірнеше рет айтылып кетті. Көбісі Жезқазған тыл газетінде, Ағадық таны газетінде редактор болып істеген, Новости Жаратқа ауданымыздың газетінде редактор болып жұмыс істеген. Осы жерде өзі атсалысып, осындай үлкен іс-шара өткізіп отқан жұбайы, біздің апайымыз, Ырымбала апай, осында жан-жарының еңбектерін әкеліп біздің музейге табыс етті. Содан біз ол кісіге бұрыш ашқанбыз. Бұл жерде өзінің сол кісінің куәліктері, журналистика мамандығы бойынша жұмыс істеп жатқан әртүрлі куәліктері, әскери жолдағы военный билеті, сосын өз алдарыңызда тұрған өзінің еңбектері, жаңа бірнеше рет айтып кетті, қазақ тілінен орысшаға аударған, орысшадан қазақшаға аударған, үлкен еңбек жасаған ағамыз. Бұл жерде біздің музейіміздің қорымызда ағамыздың 20-ға тарта кітабы бар. Онан кейін сіздердің көңілді сұрайтын заттарыңызды осы кісі өзінің тіршілігінде, өзінің пайдаланған, осы кітаптарды аударма жасағанда ұстаған жерге өзінің ұстаған қаламы, сырының ішінде өзінің бақсы, шай қасығы, көз әйнегі, қалта сағатын көресіздер. Басына ілген топысы, тас пиғы, бет орамалдары, әр қалаға барған кездегі өзінің алған керемет сувенир сыйлықтары, жарызға қалта қағазы, блокноты деп айтамыз ғой енді. Жерде зайымен түскен Ырымбала апаймен түскен суреті ұялы телефондарын табыс еткен. Жаңа айтып кеткендей, мына тұсаукесер таңдамалы еңбектер деген 7 томдық кітабы де бізге берілді. Ол үшін сізге алғысымыз шексіз. Ырымбала апай, өмір жарасыңыз ұзақ болсын, осындай еңбектерді жара берсін, жарық көрете берсін, осындай жарашыларымыз, аналарымыз аман болсын деген береді. Бізге осындай келушілеріміз, оқырмандарымыз, қасымыздағы музей кітапханаларына келіп, осы Марал ағамыздың өзін ұстаған дүниесін кітаптарымен танысып, мектеп оқушыларымен көптеген іс-шаралар өтіп жатады. Сіздердің осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып отырған орталық кітапхананың ұжымына көптен көп рахмет. Бастарыңыз қосылып жатқан зиялы қауым, Сәкенді көріп отырмын, көптеген әріптестерді көріп отырмын, сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңіз жетістік көре берсін. Назарларыңызға рахмет. Көп жақсы, рахмет. Көп рахмет Сәкен атындағы мұражай ұжымына,
әріптес әкеміздің мінекей тірлігінде ұстаған жәдігерлерін ертеңгі уақыт өткен сайын бұның құны арта түсетіні анық.